Айгүл мен олардың арасында соншалықты қарым-қатынастың қиын екенін біз білмедік. Бізге Айгүл олар туралы ешқандай бір жаман сөз, жаман мәлімет айтпады. Күйеуін ешқашан жамандамады. Бізде айтады ғой әлгі, жақсысын асырып, жаманын жасырып деп. Қанымызбен келген тәрбие бар. Содан ба, өзім істедім, өзім шешем деді ма, ол жағы енді бізге беймәлім деп айтсам болады. Күйеуі туралы ешқашан қандай да бір жаман сөз айтпады. Енесі туралы бір-екі рет айтты. Ой, осылай енем тиіседі деп. Не деп тиіседі? Енді тамақ жөндеп жасамайсың, үйді дұрыс жинамайсың, баланы дұрыс қарамайсың деген сияқты. Күйеуің тамағын жөндеп жасамайсың деген сияқты мәселелерді айтып. Енді сен оны істейсің бе? Иә, істеймін. Менің істегенім оған ұнамайды. Қандай мақсатпен осындай күйге жеттік деген сұрақ мені күнде мазалайды. Мені күні түні мазалайды осы. Неге білмедім? Неге байқамадым? Бұл сұрақтың жауабын мен өзіме күнде қоям. Күнде қойсам да нақты жауабын таппадым.